Қазақстан тарихы мен мәдениеті өте бай ел. Дархан даласы, тамаша табиғаты, дәмді тағамдарынан бөлек көптеген ерекшеліктері жетерлік. Сізбен бірге біле жүріңіз арнасы. Бұл шығарылымда қазақ елі туралы 10 қызықты деректі айтамыз. Алдымен лайк қойып, арнаға тіркеліп, пікір қалдыра кетіңіз. Қазақстан шайды ең көп ішетін топ 10 елдің қатарына кіреді. Ел аумағында пайдаланылатын сусындар арасында бұл өнім судан кейін екінші орында тұр. Алматыдағы 28-ші гвардиялық панфиловшылар саябағының аумағында орналасқан Вознесенск шіркеуі бірде-бір шегесіз салынған. Дәл осындай ғимарат Панфилов ауданының орталығы Жаркентте де бар. Бұл мешіттің құрылысына да мүлдем шеге пайдаланылмаған. Қорғалжын қорығына мезгілінде 36 мың қызғылт қоқиғаз ұшып барады екен, ал бұл қорық ЮНЕСКО-ның тізіміне енген. Алматыдағы Көктөбеде 80-ші жылдардың басында салынған телемұнара теңіз деңгейімен есептегенде әлемдегі ең биік телемұнара болып саналады. Медеу мұз айдыны қысқы спорт түрлеріне арналған және биікте орналасқан әлемдегі ең үлкен кешен. Оның көлемі 10,5 мың шаршы метрге жетеді. Спорт кешені Алматыдан 18 шақырым жерде және 1691,2 метр биіктікте орналасқан. Тағы бір қызықты факт. Алғаш рет жылқылар қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілген. Сонымен қатар қазақ даласының кей аумақтарынан түйелер мен жылқылардың жабайы түрлерінде кездестіруге болады. Балқаш көлі суының бір бөлігі тұщы болса, екінші бөлігі тұзды. Ғалымдар бұл құбылысты әлі күнге дейін анықтай алмай келеді. Алма мен қызғалдақтың тарихи отаны Қазақстан екендігі ғылыми түрде дәлелденген. Бүкіл әлем үшін өзіндік мән маңызы зор бұл өсімдіктер осы жерде бір жарып жер жүзіне таралған. Қазақстан қазірде әлемдегі алма атаулының арғы атасы Сиверс алмасының отаны болып саналады. Дәл осы тұқым ең көп таралған жемісті әлемге тарту етті. Кеңес заманында Қарағанды зообағында сөйлейтін Батыр атты піл болған. Пілдің мұндай қабілетін парк қызметкерлері 1977 жылы байқаған. Тіпті ол өзінің атында атай алған, су сұрауды білген. Соның нәтижесінде Батыр тек Кеңес одағына ғана емес, әлемге танымал болған. Орыстардың кәдімгі деньги сөзі Қазақстанның қазіргі ұлттық валютасы түркінің теңге сөзінен алынған екен. Достар, видео ұнаса лайк қойып, арнаға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алда талай қызықтарды бізбен бірге біле жүріңіз.